Саламатсыздар ма студенттер? Менің аты жөнім Жұмағанова Алмагүл. Жаңаөзен қаласы Оразмағамбет Тұрмағамбетов атындағы Маңғыстау индустриалдық техникалық колледждің қазақ тілі мен әдебиет пәні оқытушысымын. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі 10-шы сыныптың парасат бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарымыз: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеал шығарманың мазмұнын түсіну және көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау, даралау. Сабақтың мақсаты көркем шығарманың сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы оның идеясын түсіну, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін даралау және жинақтау арқылы талдау жасаймыз. Егер тапсырма Қазақстан тарихымен байланыстыра отырып, жалпы шығарманың қашан, неліктен жазылғандығы туралы өз ойымызды жазып беру болатын. Егер тапсырма бойынша кім әңгімелейді? Бұл шапқыншылық жауынгершілік заманды бейнелейді. Шапқыншылықта өзге елді тұтқындап, жылқыларды барымталап, үлбіреп тұрған сұлу қыздарды, батыр ерлерін еріксіз алып кететін. Тұтқынға түскен бойжеткенді күң етсе, ер азаматтарын қол қылатын. Жалпы шығарма тарихи шығарма. Себебі бұл шығармада түрікмен елі мен қазақ елінің арасындағы жаугершілік заман суреттеледі. Жазушы Айгүл Кемелбаева 1965 жылы 21 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. 1984-1987 жылдар аралығында Қазмұның журналистика факультетінде оқыған. 1987-94 жылдар аралығындағы Мәскеудегі Максим Горький атындағы Әдебиет институтының проза бөлімін бітірген. Республикалық Абай журналының ғылыми қызметкері. 7-ші құрлыққа саяхат атты балаларға арналған повесі, Тобылғы сай, Мұнар атты әңгімелер жинағы бар. Республикалық баспасөздерде 100 шақты әдеби зерттеулері, мақалалары, эсселері, аудармалары жарияланған. Кемелбаеваның шашты әңгімесі ежелгі түрікмен елінің Амударияны бетке алып, сыр бойы қыпшақтан алған қалың жылқыны дүркірете қуып, онымен қоса 11 жасар баланы құлдыққа жегуінен басталатын шығарма. 11 жастағы Кенжебек атты баланы түрікмен елінде қандас бауыры Тасқұл шалға тапқан. Шығарманың негізгі сюжеті осы кейіпкер арасында өрбиді. Қос мұңлықтың ұқсас тағдырын суреттеу арқылы жазушы ұстанымы айқындалады. Бұл адам бойындағы туған жерге деген ыстық сезімнің еш уақытта тарқамайтындығы, қанша рет қашуға әрекеттенсе де жол болмаған шал өзінің ауыр тағдырын балаға қайталатқысы келмейді. Сондықтан ол қабырғасы қатып, буыны бекімеген баланы үнемі қайраттандырып отырады. Жанын жасытуға, өмірден күдерісуіне жол бергізбейді. Жылқы сырна қанық шал алда болатын аламан бәйгені сылтауратып, түрікменнің боз жүйрігін арнайы бақтап, сол бәйгеде баланы қашуға дайындайды. Кенжебек сияқты бала күнінде қолға түсіп, жат жерде қартайған шалдың ендігі арманы баланы туған жерге аттандыру. Кенжебек пен Тасқұл түрікмен елінің атақты байы Атажан байдың жылқысын бағады. Атажан елінде үлкен той болады. Сол тойда Кенжебекті шабандозға шаптырады. Сол ат жарыста еліне қашуға Кенжебекке көмек береді. Жолда қандай қиыншылықтар кез болса да, соған төтеп беруді үйретеді. Кенжебек ата ақылымен күнде 2 кесек табан нанды жемей кептіріп, жол азыққа дайындайды. Майлы кепкен құртты бір дорбаға салды. Шал оған, шөлдесең таңдайыңа салып құрт сор, атыңа азыққа қойдың шикі құйрығын кесіп, бір тілімнен бер деп үйретті. Қыпшақбоз атқа мініп еліне жетеді. Еліне келген соң тай сойғызып, айнала елді асқа шақырады. Сол кезде тілекші диуана, шашың өлең шөптей қаулай өсіп, еліңе шашты болып келдің. Алла тағала жар болып, ұрпағың шашыңдай болып өсіп өнсін деп бата береді.
жеңгелері сол мезеттен бастап шашты атап кеткен. Құрметті білім алушылар, шашты әңгімесінің сюжеті жалпы бізге таныс болды. Енді осы әңгімеге композициялық талдау жасап көреміз. Тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырмада тақырыбы, идеясы, оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі. Яғни оқиғаның 5 баспалдағы бойынша тапсырмаларды дұрыс жауабын жазып көреміз. Құрметті білім алушылар, шашты әңгімесінің сюжеті енді бізге таныс болды. Енді осы әңгімеге композициялық талдау жасап көрелік. Тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырмада шығарманың тақырыбы, идеясы анықтауымыз керек. Яғни оқиғаның 5 баспалдағы бойынша қорытынды ой түйеміз. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, шешімі. Ендеше тапсырманың дұрыс жауабын жазып көрейік. Шашты тарихта болған адам. Ол Алаш Арысы, Мұстафа Шоқайдың бабасы. Айгүл Кемелбаеваның осы әңгімені жазуға мұрындық болған негізгі себеп Мұстафа Шоқайдың естеліктері болатын. Қазіргі таңда Шаштының ұрпақтары өзінің бабалары жайында мынадай естеліктер айтады. Назар аударыңыздар. Көнекөз қариялар аузынан кезінде жазылып алынған шежіре бойынша атамыздың шын аты Кенжеғұл, торының немерелерінің ішіндегі ең кенжесі екен. 16 ғасырда өмір сүрген. Бүгіндері торының 16 ұрпағы өмір сүріп, өркен жайып келеді. Бұрынғы шежіреші қариялар айтар еді. 4-5 жасар бала күнінде басқыншылар зорлықпен әкетіп қалған екен. Арада талай жылдар өтсе де, жоғалған ұлдан хабар ошар болмай, ата-ана мен ағайын туыс үміттерін үзе бастайды. Ең сүйікті кенжесінен жаугершілікте көз жазып қалған торы қатты қапаға түсіп, бірде өзінің діни ұстазы әрі пірі Мәделіхан атты қожаға барып, мұңын шаққан екен. Мәделіхан Қорасан атаның тікелей ұрпағы, аузы дуалы, қасиетті кісі екен дейді. 4-5 жасында із-түзсіз жоғалып кеткен Кенжеғұлдың табылған кездегі жасы сол тұста 18-19 шамасында болса керек. Алладан кейінгі жарылқаушы Мәделіханға көп алғысын айтып тұрып, дуагой қариядан бата сұрағанда Қожекең өзі де бір қиын жерге тұтқынға түскен екен. Күндіз құлдық қамытын киіп, қожайынының қызметін істеп жүреді екен де, түнде терең шұңқыр зыңданда жатады екен. Сол тереңнің түбінен алып шығудың өзі недәуір қиындыққа түсті. Сонда баланың жалбырап өсіп кеткен ұзын шашы әжетке жарады. Шашынан сүйреп, әзер тартып шығардық-ау дейді. Бұл бала шашының ұзындығы арқасында құлдықтан құтылды. Енді бұдан бұлай ат есімі Шашты болды. Тапсырманы орындау барысында шашты әңгімесі не туралы деген сұрақ туындайды. Негізгі тақырыбы қандай? Шашты әңгімесінің негізгі тақырыбы ұлттық рух, туған жер, атамекенге деген сағыныш. Әңгіменің негізгі идеясы қандай сын сағатта болса да туған еліңді сақтау, туған жерге деген сүйіспеншілігіңді арттырып отыру керек екендігі туралы ой тастайды. Оқиға неден басталады екен? Оқиғаның басталуы. Оқиғаның басталуы Кенжебектің жау қолына түсуі. Жақсы. Оқиғаның дамуы. Оқиғаның дамуы Кенжебек кіші шалды кездестіру. Оқиғаның шиеленісетін тұсы. Шиеленісуі Кенжебектің бәйгеге қатысуы. Дұрыс. Оқиғаның шарықтау шегі. Оқиғаның шарықтау шегі Кенжебектің жау қолынан қашуы. Оқиғаның ең соңғы шешімі.
елге оралу. Кенжебектің елге оралуы. Екінші тапсырманы орындаймыз. Жылқы малына деген атамыздың көзқарасына баға бер. Жылқы малын ерекше қадірлеген қас жүйрек қыпшақ ұлдың тақымда кеткенде түркмендер жер сабалап қалды. Қанаты аты білсе адамнан кейін көрмей көр қазып жемейтін. Қазақтар жылқы малын қойнындағы қатыннан артық көретін болғандықтан, тіпті оларды тірі жанға сатпайтын болған. Ұста өткен атының басын артаққа биік тауға қоятын. Тұлпардан айырылуы өлімнен кем көрмейтін қайсар қазақ түрі ертірі оғыз қыпшақ мәселе жылқы десе еміріп шоғынан бетер есіп кетеді. Қазақ атқа мінбесін, қазақ атқа мінсе бірдені бір жанға айналып кетеді. Қашса құтылады, қуса жетеді. Оқиға картасы бойынша жалпы мәтіннің атауы шашта емесе, оқиға жалпы неге басталады? Оқиға бастаумен бірге тұтқындалған кенжебек баланың Тасқұл қатпен екеуінің кездесуі. Жалпы кейіпкерлер үш кейіпкерден тұрады. Тасқұл қарт, Кенжебек, Атажанбай. Тапсырма слот әдісі бойынша әңгіме кейіпкерлерін бір-біріне тоқталып, олардың күшті әлсіз жақтарын жазамыз. Жалпы дескриптörі әңгіме кейіпкерлеріне талдау жасаймыз. Кейіпкердің ерекше қасиеттерін жазамыз. Бұл арада құрметті оқушылар кез келген кейіпкерлерді алуға болады. Кейіпкерлеріміз Кенжебек, Тасқұл, Атажан. Кейіпкерлері Кенжебек, Тасқұл, Атажан. Кенжебек түрікмен еліне құлдыққа түскен. Бір жыл бойы құлдықта болады. Қайтпас қайсар, жігерлі, өзіне сенімді жас бала. Бір жыл ішінде атты баптауды үйренеді. Жылқышы шалдың көмегімен бәйгеге қосылады. Қарт жылқышының өсиетін жадынан шығармай, алыс жол мен қиындықты еңсеріп, еліне аман есен оралады. Тасқұл 60 жыл бойы түрікмен елінде құлдықта болған жылқышы шал. Дана, ақылды, жақсы дос және серік. Өзінің еліне қайтқысы келмеді. Кенжебекті Қыпшақбоз атқа мінгізіп, бәйгеге қосып, туған жеріне қашуына көмектеседі. Жылқыны баптаудың қыр-сырын жақсы біледі. Құлдықтан босаса да түрікмен елінде қалады. Атажан түрікмен елінің атақты байы. Үлкен той жасап бәйге ұйымдастырады. Кенжебектің қашуына Тасқұлдың көмектескенін білсе де, оны жазаламайды. Тасқұлды және барлық қазақтарды құлдықтан босатады. Сабағымыздың соңына қарай біз осы сабақта түсінгендігімізді байқау үшін басқарма тәсілі бойынша барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім деген шартты белгілер бойынша өзіңіздің пікіріңізді білгім келеді. Басталды. Қорытындылай келе, бүгінгі сабағымызда көптеген мәліметтерді алдық. Құлдықтағы өмір, азаттық, ұлттық рух. Бүгінгі таңда адам құқығын қорғайтын, тәуелсіздігімізді айқындайтын ата заңымыз бар. Осы сабақты мен өлім жолдарымен түйіндедім. Баспасын туған жерге шапқан соң, бөрі етектеп жағадан жау келмесін. Ана бала бір-бірін жоқтамасын, адамзаттың құқығы тапталмасын. Оза біліммен жастар алға, бір ел қармақ салмасын басқаларға. Азулы әлсізге тіс батырмасын, көңілде шер көзінен
жас тамамнан. Дүние тазасы екен сұмдығынан, алмасын жаман әдет бір қырыңнан. Жаратқан сақтасы екен жыл зұлымдықты, ұлыңды құл, қызыңды құл қылғаннан. Тапсырма шаш тәрбиесіндегі көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру.